Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді Салтанат Ермекованың Астана байтақ атты авторлық хабарын тыңдауға шақырамыз. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі хабарымызды қазақтың ұлы ханы Абылай мен оның әулеті туралы әңгіме қозғайық деп отырмыз. Неге десеңіз, еліміздің ең атақты хандары негізінен Астана жерінен, Сарыарқа өңірінен шыққан еді. Қатал қайрат иесі адамдар деп тек өжет мықты батырлар емес, ақылы айласы қайратына сүйеу болып отыратын, қиын қыстау күндерде қырғын соғыс үстінде елі жұртын әскерін тас қамау, тас асулардан абыржымай алып шыққан қолбасы мемлекет қайраткерлерін атаймын. Мұндай қасиеттерге қазақта Абылай мен Кенесары ие болған. Кешегі 40 жылдай Сарыарқаға төніп келген жауларды беттетпей қазақты ел қылған атақта хан Абылайдай ардагер, 10 жыл бойы ұлы Ресей империясымен жеңілмей соғысқан батыр қолбасы Кенесарыдай ұлы адамдарымызды бүгінгі біздің тарихымыз күтіп отыр. Абылай хан Әбілмансұр 1771 жылдан орта жүздің ханы. Абылай хан болған тұсында Россия патшасы, Қытай империясы, Жоңғар, Бұхар, Хиуа хандары қазақ елімен қызу қарым-қатынас жасаған. Сол кезден ақ ол ақылды, шебер ұйымдастырушы, батыл қолбасшы, іскер елші, зерек адам ретінде ерекше айқындала түсті. 18 ғасырда Қазақстанды жаулап алуды көздеген Жоңғар хандығы мен Манжур Қытай империясына қарсы күресте 300-дің басын қосып күшін біріктіруде Абылай хан зор еңбек сіңірді. Абылайдың 12 елінен 40 қызы, 30 ұлы болған. Бұлардың арасында Уәли, Шыңғыс, Әділ, Есім, Ғұмыр, Байыр, Жәңгір, Сыпатай. Абылай хан 1781 жылы қайтыс болғаннан кейін үлкен ұлы Уәли орнына хан болып сайланды. Орыс бақылаушысы Чучулов Уәли туралы: Уәли әкесі Абылай сияқты өркөкірек, алған бағытынан қайтпайтын қайсар, әрі құбылмалы. Ол мені бір-ақ рет қабылдады. Бұл қылғын әкемде Ресей жақтан келгендермен бір-ақ рет кездескен еді деп дәлелдеуге тырысады. 1782 жылы 25 ақпанда Екатерина II Уәлиді орта жүздің ханы етіп бекіту туралы әмір еткен грамотаға қол қояды. Сол жылы 2 қарашада Петропавловск бекінісінде Уфа мен Симбирскінің генерал-губернаторы Якобидің қатысуымен Уәлидің таққа отыру және ант беру рәсімі өткізіледі. Уәли хан Ресейдің қазақ хандығына жүздеген империялық қитұрқық саясатына тосқауыл болуға тырысты. Деректер Ресей билеушілерінің ел ішінде ханға наразы күштер болса жасырын қолдап, керек болса ақша да беріп, ұшқынды өртке айналдырып отыратын айғақтайды. Орта жүздің кіші жүзбен, ұлы жүзбен ағайындық, туыстық, мемлекеттік байланыстарын үзіп, араларын алшақтауға тырысқан. 1781 жылы Ресейде кіші жүздің ханы Нұралы мен Айшуақ сұлтан тұтқынға алынғанда, Уәли хан бұған наразылық білдіреді. Ханның бұл әрекетіне Орынбордың губернаторы барон Игельструм төмендегідей жауап береді: жоғары дәрежелі хан, ұлы мәртебелі императрица сізге тек қана орта жүзді билікке берді, ал қазақтың кіші жүзінің ісі ондағы жағдай сізге мүлдем тапсырмаған болатын. Аңдаған жау алмай қоймайды дегендей Уәли ханның көзі тірісінде 1815 жылы орта жүзде тағы бір хан сайланады. Ол кіші жүздің ханы Әбілқайырды өлтірген Барақ сұлтанның ұрпағы Бөкей еді. Уәли ханның 14 ұлы болған. Уәли хан өлгеннен соң оның тұңғыш ұлы Ғұбайдолла хан сайланады. Бірақ патша үкіметі бұл шешімді бекітпейді. 1823 жылы қытайлықтар Ғұбайдолланы хан деп таниды. Ресей қазақ хандығын тарату мақсатымен 1822 жылы жарлық қабылдап, Қазақстанда сыртқы округтен ұйымдастыра бастаған тұста Ғұбайдолла Көкшетау округінің аға сұлтаны болып тағайындалады. Оған медаль беріліп, шапан жабуға шешім қабылданады. Ғұбайдолла бәрінен де бас тартады. Туысы Қасым сұлтанның баласы Саржанмен ойы бір жерден шығып, Ресей империясының қысымына қарсылық көрсетеді.
1824 жылы Қытаймен байланыс орнатуға әрекеттеніп жүргенде сотник Карбышевтің отряды Ғұбайдолланы Баянауылда ұстайды. Кейін ол Сібірге, Березовкаға жер аударылады. Уәли ханның ұлы Шыңғыс 40 жылдан астам уақыт аға сұлтан болған полковник ресми түрде орыс дворяндарының санатына қосылған. Абылай ханның ұрпақтарының аты әйгілісі Қасым Сұлтанның ірім бұтағы. Қазақ халқының тәуелсіздігі үшін күресіп, елін жерін қорғауға бас күш жігерін ақыл ойын жұмсаған, ақыры сол жолда жанын қиған Абылай ханның ұлы Қасым және оның балалары Саржан, Есенгелді, Кенесары һәм Наурызбай болды. Қасым Сұлтанның батырлығы, ер жүректігі, еліне деген шексіз махаббаты, тар жол тайғақ кешудегі табандылығы әкесінен дарыған. Қасымның біртуар бейнесі оның Батыс Сібір генерал-губернаторы Капцевичке қатаң талаптар қойып жазған хатынан айқын аңғарылады. Сіз мына менің сұрақтарыма жауап берсеңіз екен. Сіздер неге біздің халыққа қысымшылық жасап отырсыздар? Біздің жерге неге бекіністер салып отырсыздар? Суымызға неге ау құрылған? Орыстар емденіп жатқан көлдерден неге қазақтарға тұз алуға болмайды? Деген көптеген сұрақтар қойылған. Кешегі Абылай мен Кенесарыдай даңқты перзенттер бүгіндерде алаш туын асқақтауға, ел еңсесін көтеруде мейлінше қажет екенін нығырлай түседі. Осымен хабарымыз аяқталып жатыр. Хабарды дайындағандар саунд дизайнер Шоқан Тоқжолов, хабарды өткізген Салтанат Ермекова. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Астана байтақ хабарын тыңдадыңыздар. Келесі кездескенше